Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ай жердің табиғи серігі. Бүгінгі сабақта сіздер айды неліктен жердің табиғи серігі деп атайтынын білесіңдер. Бүгінгі тірек сөз ай және серік. Сабақты бастамас бұрын сабақты жұмбақ шешуден бастайық. Су ішінде екі жайын, бірі кетсе бірі дайын. Ол не? Әрине, ол ай. Айдың суреттеріне назар аударайық. Айды біз телескоп арқылы бақылай аламыз. Біз түнде аспаннан айды көре аламыз. Ол біздің ғаламшарымыздан кіші, онда ауа қабаты болмайды. Ай туралы толық мәлімет алу үшін келесі бейнематериалға назар аударайық. Аға, дөңгелек жарқырап тұр. Иә, бұл айдың толған кезі. Ай қалай жарқырап тұрады? Ай, суық аспан денесі, өзінен жарық шығармайды. Жарқырап көрінетін себебі, оған күн сәулесі түседі. Ал толған ай деген не? Толған ай деген айдың дөп-дөңгелек кезі. Ертеңнен бастап ай қайта кеми бастайды. Ал 14 тәулік 19 сағаттан кейін мүлдем көрінбей қалады. Не себептен? Айдың күн жарығы түсіп тұрған жағы жерден алыс болған кезде ол бізге көрінбейді. Одан кейінгі күні айдың кішкентай орақ секілді қиығын ғана көре аласың. Яғни, айдың кішкене бөлігіне күннің жарығы түседі деген сөз. Мұны ай туды дейді. Аға, апам ай туыпты сәлем салыңдар дегенде біз сәлемдесуші едік қой. Иә, қазақтар ай туғанда ескі айда есіркедің, жаңа айда жарылқа деп сәлем салатын болған. Ай туып, келесі күндері үлкейіп өсе беретінін түсіндім. Дұрыс. Айдың қайта толуына тағы да 14 тәулік 19 сағат кетеді. Сонда әр жаңа ай 29 жарым күнде қайта туады деген сөз. Бұл күнтізбедегі аймен бірдей ғой. Әрине, күнтізбе негізінде айдың өзгерістері жатыр. Айдың бетінде дақтар көрінеді, бірақ жұлдыздардың бетінде ештеңе көрінбейді. Дұрыс. Ай жерге ең жақын орналасқан аспан денесі. Ең жақыны ма? Иә, жер мен ай арасындағы орташа қашықтық 384 500 шақырым. Оның үстіне жердің жанынан қалмай айналып жүретін жалғыз серігі, яғни кішкентай дене үлкен денені айналып жүреді. Ай кішкентай ма? Иә, көлемі жағынан жерден 81 есе кіші, салмағы жағынан 6 есе жеңіл. Бетіндегі дақтарға келсек, олар мұхит пен теңіздер. Ол қалай? Айда су, ауа жоқ дейді ғой. Олай болса мұхит қайдан пайда болады? Дұрыс. Айда суда, ауа да жоқ. Дегенмен ай бетіндегі үлкен ойпаттар теңіздер, ал ең үлкен ойпат мұхит деп аталады. Мысалы, ай бетінде қауіп-қатер теңізі, жауындар теңізі секілді теңіздер және дауыл мұхиты деген мұхит бар. Иә, айдың суретін салғанда ірімшік сияқты шұрық тесік етіп салады ғой. Мен оларды көргенмін. Жоқ, сен айтып тұрған тесіктер кратер деп аталады. Ай бетіндегі ортасы дөңгелек ойыс, жан-жағы таулы болып келген аймақтар. Ол ойыстар қайдан пайда болған? Айда ауа жоқ екенін білесің, ал жерде бар. Ауа жерді түрлі метеорлардан қорғайды. Метеор деген не? Метеорлар деген күнді айнала ұшып жүретін тас пен металл денелер. Олар кейде жерге құлайды. Жерге түскенде ауамен жанасып,
жанып кетеді. Білдім, біз жұлдыздың аққанын талай көріп едік қой, сол ма? Иә, адамдар жанған метеорды аққан жұлдыз дейді. Ал толығымен жанып бітпей жерге түскендерін метеорит деп атайды. Айда ауа болмағандықтан, оған түскен метеориттер жанбастан сол қалпында түседі. Содан кратерлер пайда болады. Айға барған адам бар ма екен? Иә, айға алғаш рет 1969 жылы Нил Армстронг және Эдвин Олдрин деген ғарышкерлер барған. Айымыз бұлттардың арасына тығылып қалды. Ол шаршаған болар. Үйіне демалуға кеткен шығар? Иә, кеш болып кетті. Үйге кірейік. Мен саған ай туралы ертегі айтып берем. Қайталайық. Ай. Ай жерге ең жақын орналасқан суық аспан денесі. Өзінен жарық шығармайды. Жер мен ай арасындағы орташа қашықтық 384.500 шақырым. Көлемі жағынан жерден 81 есе кіші. Салмағы жағынан 6 есе жеңіл. Айға күн сәулесі түсіп тұратындықтан ол жарқырап тұрады. Ай толған соң қайта кеми бастайды. 14 тәулік 19 сағаттан кейін мүлдем көрінбей қалады. Айдың күн жарығы түсіп тұрған жағы жерден алыс болған кезде ол бізге көрінбейді. Айдың қайта толуына 14 тәулік 19 сағат кетеді. Сонда әр жаңа ай 29 жарым күнде қайта туады деген сөз. Ай бетінде қауіп қатер теңізі, жауындар теңізі секілді теңіздер және дауыл мұхиты деген мұхит бар. Метеорлар деген күнді айнала ұшып жүретін тас пен металл денелер. Ауамен жанасып, бірақ толық жанып бітпестен жерге түскендерін метеорит деп атайды. Айға түскен метеориттерден кейін пайда болған ортасы дөңгелек ойыс, жан-жағы таулы болып келген аймақ кратер деп аталады. Айға алғаш рет 1969 жылы Нил Армстронг және Эдвин Олдрин деген ғарышкерлер барған. Жалпы серік дегеніміз не? Ай жердің серігі. Яғни ол бізде екі түрге бөлінеді. Біріншісі табиғи. Жаңағы ай жердің серігі. Екіншісі жасанды. Оған біздің спутниктер жатады. Ол жасанды айдың жердің серігі, айдың серігі болып табылады. Келесі енді ай қалай айналады? Осы жөнінде зерттеу жұмысын жүргізіп көрейік. Ай біздің ғаламшарымызды, яғни жерді айнала қозғалады. Ол жердің серігі еш уақытта ол одан алыстап кетпейді. Оны қазір қалай зерттейміз? Алдымызға керекті заттар дайындап аламыз. Бізге керекті заттар шар, ағаш және жіп. Зерттеу жұмысын осы суретке қарап орындаймыз. Бұл жерде бірінші суретте жаңа ай, бұл жарты ай және толық ай. Осы мен орналастырамыз. Мына жерде жаңа ай, жарты ай, толық ай. Осыны жаңағы шармен үрлеп, осы немен суретпен сәйкестендіреміз. Сіздерге кері байланысқа мынандай тапсырма. Бұл тапсырма сіздерде бейне сабақтың астында сілтеме берілген, сол сілтеме арқылы осы тапсырмаға көшуге болады. Егер жалғыз ойнағыларыңыз играть в одиночку десеңіздер, достармен бірге, класстастармен бірге ойнасаңдар, екіншісін басасыздар. Тапсырма мынандай. Ғарышқа ұшатын жерді қалай аттайды? Ғарыштан автовокзал, ғарыш айлағы. Егер мысалы ғарыш айлағы десеңіздер, мысалы ол біраз дұрыс қате жауаптары беріледі. Тапсырманың барлығын орындап болсақ, онда өз-өздеріңді бағалап шығыңдар.